мынандай бір оқиға бар. Бірде Али ибн Абу Талибтің, бір адам Али ибн Абу Талибтің үстінен шағымданады. Омардың халифалығын тұсында ғой. Сонда жаңағы Омар алдына келіп, Али ана жерде айыпталушы отыр, бірақ Али енді Омарға жақынырақ отырады да, Омар халифа ғой. Сол кезде Хасанның әкесі анау айыпталушымен бірге қатар отыр дейді. Алдыға шығып кетті ғой өйткені. Ол әділдік талап етер. Өйткені мынау айыптаушы Алидің үстіне шағым жасап отыр. Сонымен жаймен тұрады да артқа қарай отырады. Қараса Омар Алидің түрі сәл бұзылып кетті да. Енді сол жерде сөзін бөлмей, істің біткенінше, соттың біткенінше сабыр сақтайды. Біткеннен кейін, Али дейді, мен сені анау шағымданушымен қатар отырғаныңа көңіліңе тиіп қалды ма дейді. Жоқ дейді. Ол кезде менің көңілімнің түсіп кеткені, сен мені дейді, құрметпен атадың дейді. Яғни Хасанның әкесі баласының атын айтып, соның әкесі деп айту біздегі әбеке, сәке деген сияқты бір құрметпен айтылып, атын атамай құрметпен айту сияқты сондай нәрсені білдіреді. Мысалы, Хасанның әкесі деп Али деп айтқан жоқ, Хасанның әкесі анау айыптаушымен бірге қатар отыр деген кезде дейді, сен мені құрметпен атадың да дейді, ананы өз атын атадың дейді. Сонда анау өзге дін өкілі ғой, мыналар бір-біріне құрмет көрсетеді дегенде маған әділетсіздік жасады деп теріс ойлап қалды ма деп уайымдап қалдым дейді. Ол Омардың ар жағында әділдікті ойлап отыр екен да сөйтсек Али. Міне біздің исламның көркем үлгісі осындай екен.